Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кететін боламын. Біздің жобамыз мақал-мәтелдер. Бірінші тапсырма: мақалдарды оқып, олардың мағынасын түсіндір, сөйлем мүшелеріне талда. Өнер өрге жүзеді. Не өрге жүзеді? Өнер неге жүзеді? Өнер өрге не істейді? Еңбек ептілікті сүйеді. Не ептілікті сүйеді? Еңбек нені сүйеді? Еңбек ептілікті не істейді? Асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Асыл неден шығады? Өнер неден шығады? Асыл тастан не істейді? Өнер жастан не істейді? Не тастан шығады? Не жастан шығады? Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. Кім қадірін ел білер, не қадірін зергер білер. Және де осы мақал-мәтелдердің мағыналарына тоқтала кететін болсақ, өнер өрге жүзеді. Өнерлі адам әрқашанда биіктерден көріне береді. Еңбек ептілікті сүйеді. Сен еңбек ететін болсаң, және де сенің жасап жатқан жұмысыңның ептілігі болмаса, сен сол жұмысты ептеп жасай алмасаң, ол жұмысың бір тиын. Сол себепті сен әрбір жасаған жұмысыңды тиянақты, әдемі жасауың керек. Асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Бұл жерде мақал-мәтелдің мағынасы: сенің кішкентай ғана бір өнерің болса да, сол өнерге жас кезіңнен бастап зейін қойып, сол өнермен шұғылданғаның жақсы. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. Бұл жерде өлеңнің, мақал-мәтелдің мағынасы: егер де сен бір затқа зейін қоятын болсаң, сол затты міндетті түрде соңына дейін жеткіз. Екінші тапсырма: әңгімені оқы. Әңгіменің бұлай аталу себебін түсіндіріп көр. Бұлақ көрсең көзін аш. Ыбырай атамыздың таза бұлақ деген әңгімесін оқыған боларсыңдар. Олай болса, әр бала жазды кездесе қалса бастаудың көзін, бұлақтың жолын аршып, оларды шөп-шаламнан, лай батпақтан тазалай жүрсе, үлкен ғанибет. Сол үшін бабаларымыз бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет қалдырған. Үшінші тапсырма: мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал, жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерін астын тиісті сызықтармен сызып көрсет. Тапқан мақалдарыңның мағынасын түсіндіріп бере аласың ба? Қай мақалмен әңгіме құруға болады? Сол мақалмен әңгіме құрып көр. Мақалды қатыстырып құраған әңгімеңді сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Жайылма сөйлемдерден құралған мәтін айта кететін болсақ: отан үшін отқа түс күймейсің, еңбектің наны тәтті, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, және де осы сияқты тағы да мақал-мәтелдер көп. Және де осы мақал-мәтелдердің мағынасына тоқтала кететін болсақ, сен үнемі еңбектеніп, үнемі өз еңбегіңнен нан тауып жейтін болсаң, ол тамағың саған тәтті болады деген мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге тапсырма түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп кетейік. Түсініксіз тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетіңдер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.